қосылды видео, қосылды. Сәлем достар, мен бірге мен Нұрболат. Бүгін біз шалдыфайт ойнайтын боламыз. Бүгін мен шалдыфайтта кіріп қалып ем. Честер деген персонажбен төбелес деп тұр екен. Төбелесіп жатырмыз Честермен. Ұрыным өте аз ба, бір тағы ұрын салу керек қой. Жаңағы кезде көп алатын еді ғой. Честер деген мықты ма? Достар, Честер мықты сияқты, қолындағы оружиесі мықты ғой өйткені. Менде аз ғой, менде 4-ші уровеньдің оружиесі, орда 5-ші уровеньдің оружиесі болмайды ғой. Сложно ғой, бірақ. Тіпті сложно болса жеңуге болады. Өзім дұрыстап болмайды. Жеңуге болады деп, болады екен ғой жеңуге. Осылай тұрады, көтеру, астынан өлем ғой мен. Теп, ұру. Достар, Честерді өлтірді. Бірінші раундта жеңіп тастадық. Енді екінші раунд бар. Достар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоларым қалай шығып жатыр, жазып кетіңіздер комментарийға. Ұнамай ма? Честер менге өлтіріп тастады ғой. Ұра беру керек сияқты. Достар, мені Честер өлтіріп тастады. Магазинге кіреміз. Магазинге кіріп заттар алайықшы. Ештеңеге жетпейді ғой. Қараңыздар достар, менде сложно деп тұр. Жеңу керек қайткенде де. Сложно. 3 кристалл кетті. Кете өрсін. Бірақ қайтарып алам ғой. Выживание деп бір төбелесек 3 кристалл 2 кристалл береді. Ал енді білеміз бірінші қалай болу керек. Бірінші біз ұшақ, демек біз жеңеміз дегенде білдіреді. Тұрған кезде сразу құлата беру керек. Ешқандай ұруға ұрғызбау керек, сол кезде жеңіп кетесің. Просто ұрғыза қойдым да мен. Содан жеңіп кетеді. Ұрғызбаймын еді. Қолындағы оружиесі түсіп қалды. Өте жақсы болды. Бірақ аяқпен қатты тұрады. Честерді бірінші раундта сабап тастаған соң. Так, достар, енді мен 5-ші уровеньнен 6-ші уровеньге көтеретін боламын. Честерді тағы өлтіріп. Достар, Честер. Честер, не қылдың? Честер өлтіріп тастады, достар. Бір ағырет тиіп бүкіл қыпымды алып тастады ғой. Артынан тағы да ұрып тастады. Так. Честер, ұрғызба дедім. Так, енді мынау бөтем дегенше ұрғызба керек. Ой, кішкене алып. Қайттан тағы 5 кристалл болып кетем ма? 5 кристалл. Достар, қайсысын аламын? 35 кристалдықын алайын ба? Так. Думала жетпейді ғой мен. Достар, жеңем мен. Сложно жеңем. Қаттырақ ойнаймыз. Честердегі қолындағы оружиені берсе. Так, бірінші раунд ойнайды. Так, астынан ұрамыз. Шоқтыртқан кезде астынан ұрамыз. Тағы да ұрғызба. Так, ұрғызба десем, ұрғызып саған. Қашпайсың ба енді? Не болды мұна? Тағы 5 кристалл, 8 кристалл. Бостан кетіп қалды ғой. 35 кристаллды ала салу керек бері. Кристалл кетіп жатыр да. Жаймендеп кетіп жатыр да есіктен шығып. Ешқандай да пайда көріп тұрған жоқпыз. Аяғын сал. Тағы.
тағы үстінен ұр. Келетқанда бұлай ұрып өрді. Бұлай ұр. Сонымен жеңіп таста. Честер бірінші раунд оңай болады. Екінші раундта мастер болып кетеді. Аяғына ұрасылаш. Айттым, мастер болып кетеді. Честер жеңілейін деп қалды. Чего? Честер, не болды саған? 8 кристалға осы дубинканы алған соң. Оты бар еді. Ал олар 5 болды. Киім ал? Так, достар, енді мен тағы да мыналарды ойнайтын боламын. Нормально осыны ойнау керек қой. Так, достар, жаңа менде видео түсіргем. Сол видео сақталмай қалды ма? Білмеймін, әйтеуір көп адамды өлтіргенім осы видеомен түсірілмей қалыпты. Әйтпесе мен көп адамды 2 секундта ма өлтіргенімді видеоға түсіріп едім. Және де Расттың сериахнарителін өлтірдім. Ол да түспей қалды. Тағы 3000 монетадан көп жинадым, ол да түспей қалды. Және де мен 5-ші уровеннің бронясын сатып алдым. 5-ші уровеннің оружиясын тегі берілді. Және 5-ші уровеннің бас киімін тоже видеоның басына сатып алған болатынмын. Қызатын кезде, ал ол видео түспей қалды тағы да. Көп видеолар түспей қалып жатыр, не себепті екен белгісіз. Железныйді әйтеуір өлтіріп тастадым, осы көп адамды өлтіріп тастағам. Және де менде 2577. Так, аз қалыпты. Безумно деп тұр екен. Көбейтіп жіберейік. Мысалға оружияны көбейтейік. Барлығын шетінен көтеріп тастадым. Және де нормально дейді. Өте күшті. Изверг дейді. Достар, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Енді өте көп болды видео түсірмегеніне айыптеңіздер. Көп видео түсірмегенім үшін көп просмотрда жиналмай қалған шығар деп ойлаймын. Достар, енді извергті жеңіп тастау қалды. Извергті жеңіп тастағаннан кейін біз әрі қарай тағы да басқа персонаждарды жеңетін боламыз. Енді қай персонажды жеңсек болады? Извергтен қандай персонаж түседі екен? Мен оны білмейтін. Ал сіздер білесіздер ме? Онда комментарийға жазып кетіңіздер. Извергтен басқа бір персонаж түседі шығар. Изверг бірінші рет түсіп тұрмаған. Мені осылай 2 секундта ма, 3 секундта ма өлтіріп тастағаным түспей қалды. Так, енді сложно дейді. Жазға беді. Так, сложнода ойнап тастайық бір. Одан кейін 5-ші уровень 6-шыға көтерілетін болады. Так, енді қалай істесем де болады, білмеймін әйтеуір. Қалай ойнасам болатынын білмеймін. Мұна қиын сияқты ғой, жаздың сложно ғой. Esi Kuat. Kupa. Не қылып жіберді? Құлатқан кезде қанша қойдым? 500 сым кетірдім ба? Неше сым кетір? Қанша қысы кетті аяқты? Жазылып тұрса осы шалдық қайтты қанша мен төбелесіп жатқан. Қанша кеткен жазылып тұрса ол жақсы түсінетін. Үші адамдар демейді. 500 қылған мен достар, мен 6-ші уровеньге көтерілдім. Сіздермен бірге Нұрболат. Сау болыңыздар.